Менің қоғам белсендісі Досекеева Жадырамын. Тоқаев Назарбаев жүйесі менің саяси көзқарасым үшін мені қудалап жатыр. Әлеуметтік желідегі 20 миллион қазақтың бақыты үшін 15 мың жемқор қазақты өлтіріп, үйін жермен жексен ету керек. Сол кезде нәтиже болады. Қоян қазақ аттан, жау далада емес, өкіметте отыр. Қуып шығып жеңіске жет қазағым деген постыма байланысты қылмыстық іс ашты. 13 сентябрь 2024 жылы сол посты әлеуметтік желіге плакатқа жазып үндеу жариялағаным үшін маған тағы да сараптама тағайындап жатқанын білдім. Адвокатыммен барып сұрақтармен таныстым. Адвокаттың айтуынша ол жерде Әблязов және көше партиясына байланысты сұрақтар болған. Ол екі сұрақты адвокат алғызып тастаған. Соған қарағанда маған сол өзімнің жаңа үндеу жариялағаным бойынша тағы да бір сараптама дайындап, тағы бір қылмыстық істі ашпақшы. Жалған жаламен соттап, жалған баптармен соттауды тоқтатуды талап етемін.